Алдулық аға, қош келдіңіз. Подкастымызды амандықтан бастайық. Сіз пандемия кезі денсаулық бірінші орында екенін қазір шынымен де түсініп жатқан сияқтымыз. Коронавирустан амансыз ба, отбасыңыз аман ба? Иә, Аллаға шүкір. Енді бұл енді ең жаман нәрсе, бірақ үйреніп кеткен нәрсе ғой. Халықтың еті үйрене бастаған сияқты. Оны енді мынау сыртқа шықсаңыз байқайсыз, мына автобустарда, нелерде или маска кию керек, или кимеу керек. Менің ойымша. Елдің бәрі біреу былай кет, біреу былай кет, біреу былай кет. Әйтеуір ырымын жасап жүр. соның өзі біздің халықтың бір нәрсеге бір немқұрайлы қарайтындығы, сонан кейін мен жай или кию керек, или кимеу керек деген айтып отқанымыз сол. Мына мен Жапонияда болдық, сонда бір жарлық шықса, бірдеңе деп айтса, дұрыс нәрсе айтылды ма, бәрі соны бір кісідей орындайды екен. Мына болады десе, соны бәрі істейді екен, болмайды десе, бәрі істемейді екен. Сонда біз барған кезімізде сондай бір қызық не болып жатты оларда. Сотовый телефонмен көшеде келе жатқан кезде жаңағы қарап оқып жүрмеу керек деген сондай не шығыпты. Бір адамның қолынан сот көрмедік біз сол барған кезде. Неге десек, сөйтсе қазір сондай положение дейді, сондай шығарды дейді, сондай бір науқан дейді. Көрдіңіз ба? Бізде де сондай нәрсе жетіспейді. Бір тәртіп дейміз бе, оны қалай дейміз. Осы мәселе кішкене ойландырады. Енді Аллаға шүкір, пандемиядан әйтеуір саумыз, отбасымыз аман, Құдайға шүкір. Бірақ енді жан-жағымызда болып жатқан оқиғаларды біліп жатырсыздар, көріп жатырсыздар, осының бәрін көріп тұрып, біліп тұрып, сақтанып жүруіміз керек деп есептеймін. Ал пандемияның осы кино әлеміне қандай да бір әсері сезілді ме? Әрине, тек қана кино әлемінде емес, жалпы қай салада болса да сезіліп жатыр ғой. Енді білім саласында болсын, ғылым саласында, қай саланы алсаңыз да бұның тигізген әсері өте зор, кері жағына қарай әсіресе. Осы басталған жылы қаншама кинолардың барлығы консервацияға жабылып, бәрі тоқтап қалды, бірталай фильмдер. Бірақ енді соның әйтеуір жалғасын тауып кеткендер де бар, жалғасын таппай қалғандар да бар мысалы. Бұл енді үлкен кедергі болды бұл. YouTube проекттер көбейіп кеткен сияқты. Мысалға біз мынау театрда, біздің әуезов театрында әлі күнге дейін мысалға 50-30%-тен әлі пайыздан артық көрермен кіргізе алмай жатырмыз. Әлі күнге дейін сондай. Театр үшін бұл үлкен былайша айтқан кезде кедергі ғой. Өйткені неғұрлым көп көрермен болса, зал толып отырса, ол қай-қайсымызға да жақсы мысалға. Театрдың ішкі жаңағы табысында да актерлар үшін де жақсы. Ал енді бірақ енді осыған үйреніп қалдық қазір, әйтеуір Құдайға шүкір дейміз. Көкшетауда жаңа гастрольде болып келдік, гастроль сапарда. Ары қарай Петропавлда, солтүстікті аралап келдік. Ол жақта деген сондай шектеумен болды, бірақ көрермен шынымен де театр сағынып қалғаны көрініп тұр. Енді бірталай жыл болды ол жақтарға бармағанымыз. Өзіміз де гастроль сағынып қалыппыз. Қанша жылдан кейін гастрольге шықтық. Тамаша, кереметтей гастроль еді. Пандемия деген сөз сол ғой, енді былай айналып келген кезде кесірін тигізбей қойған жоқ, бәріне кесірін. Бірақ енді бұның бәрі сынақ, меніңше. Бұның бәрі сынақ деп қарау керек, осының барлығынан сүрінбей, әйтеуір жатпай тұрмай еңбектеніп өту керек деп ойлаймын. Осы карантин кезінде YouTube проектілер көбейді. Қаралым да көп. Сізде де біраз YouTube арнасындағы сериалдардан көріп қалдық. Атап айтар болсақ, өзіңіз де ішіңіз сезіп отырған шығар, Сержан Братан деген сияқты. Енді әрине бұл сериал трендтегі сериал. Біраз адамның көңілінен шықты. Бірақ ішінде анайы сөздер айтылған кездерде болды. Жалпы осы сериал туралы айтып өтсеңіз, қалай келдіңіз? Енді бұл туралы енді айтып та жүрмін, бұл жазылып та жатыр. Шынымен де бір дүмпу туғызған сериал болды. Ол бір жағынан мақтанышпен айтуға болады, өйткені бұның соншама көрермен жинау тек қана өзіміздің Қазақстан көрермендеріміз. Жалпы мынау постсоветтік пространство дейді ғой, бүкіл жаңағы Россиясы бар, басқа жағы бар, батысыңыз бар, шығысыңыз бар, осы фильмді бәрі тамашалап көріпті. Енді айтуларына қарағанда енді комментарийлерді жақсы сияқты. Бұл жерде енді жаңағы сіздің негізгі қойып отқан сұрағыңыз жаңағы боғау сөздер айтылады деген мәселе. Енді бұл жерде Әлішер Утев, бұл режиссер, өз сценарист, осы сценарийін жазған. Реализмге жақындайық деген мәселе көтерді. Енді мен енді өзімнің тарапынан, өзім актер ретінде көп нәрсені қысқартып тастап отыруға тырыстым. Шынымен де қатты анай кеткен жерлер бар, мен ондайға барған жоқпын енді. Бірақ енді жас балалардың кішкене қаттырақ айтып жіберген сөздер болды, қарабайырлау сөздер болды. Мен көбіне көп енді 90-шы жылдары мен енді өзім сол кезде жігіт болып жүрдік қой. Сол кезде жаргондармен ғана сөйлеуге тырыстым. Алла жолса. Енді ол кезде боғау сөз сөйлемейтінмін, шын айтқанда сондай болды, сондай кезең болды. Оның үстіне рэкеттер, оның үстіне
ортажық жігіттер, олар енді боғауыз сөйлеп жүрсе енді атаң әнелет есің дұрыс па деп тұрған сөздер олардың аузынан шықпайтын, ол енді жарасымсыз нәрсе, оған қазақшаға аудару мүмкін емес ол жаргон сөздерді. Сондықтан да осы реализмнен шыға алмай қалдық, өтірік болатын болды. Сонымен Әлішер екеуміз әрі ойланып бері ойланып бір тоқтамға келдік. Енді бұл сериалға келу себебім ең алдында идеясы айтылған болатын маған. Сосын Әлішерге айттым, Әлішер, сен сценарийіңді жаз, маған көрсетші, мен оқиын. Бірақ идеясы ұнады маған. Сосын кейіннен сценарийін жазып оқығаннан кейін тіпті ұнады, маған қатты ұнады. Әлішер енді бұл рөлді, Сержанның рөлін маған арнап жазған. Жалпы ең басында жазған кезде сол маған арнап жазды. Ешқандай кастингсіз. Енді өзі де айтып жүрді, аға мен тек қана сізді көремін, мен сізге арнап жаздым рөлді деп. Мен бандиттерге қандай қатысым бар, қандай не деген сияқты ойлар болды. Бірақ ойлап қарасам, аса бір қатты қиналып, сондай бір образ жасады деп айту деген қазір екінің бір сөйтіп айтатын. Образ деген сөз негізі өте қиын сөз, негізі образ деген қиын нәрсе ғой. Бір енді кейіпкерді шығардым, кереметтей бір қиналдым деп айта алмаймын негізі. Өйткені 90-шы жылдарда біз сол кездерде, сол уақыттарда өмір сүрдік. Жаргондар былай тұрсын, олардың жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, қалай жүреді, қалай сөйлейді деген сияқты, елмен қалай қарым-қатынас жасайды, оның барлығын біз өзіміздің бойымыздан өткізіп, мен айттым, ол Сержан брат, ол өзім мен деймін. Мен ешқайда біреуден көшіріп алған жоқпын, ол өзім. Сол кездегі жігіттер өзім деп отқан, сол 90-шы жылдарда бізбен қатар жүрген жігіттер, ол жерде аса бір қатты бір айырмашылық болмайтын. Дискотекаға барсам, мысалы жігіттер бәрі бірдей киінетін, бірдей тұратын, бірдей жүретін, достойын жүру керек, достойын тұру керек деген сияқты. Сондай кездерден өттік, оның барлығы мен үшін бір сұмдық бір танысық, бір басқа жақтан алынған нәрсе емес. Бірақ енді осыған дейін көрермендеріңіз сізді сахнадағы салмақты рөлдермен көріп үйреніп қалды ғой. Сондықтан да енді осы сериалдан кейін сізге арнайы келіп бір жағымсыз пікір айтқандар болды ма? Неге енді осы киноға түстің деген секілді? Енді әркімнің пікірі әртүрлі ғой. Енді мынау әсіресе профессионалды, көзқараспен қарайтын, былай оқығаны көп, кішкене ойлы көрермендер бар, солардың тарапынан болды. Бірақ дегенмен олар менің айтқаныма келісті. Өйткені шынайылықты көрсетуіміз, біз егер де сондай қылып түсірмесек, солай көрсетпесек, біз оны шынайылықтан кетіп қаламыз. Сол сіз айтқандай пікір білдірген адамдардың өзі оған келіседі, келісу тура келеді. Өйткені сіз тарихты алдай алмайсыз бәрібір. Өткенді өтірік көрсете алмайсыз. Оны әдеби тілмен өтірік жаза алмайсыз ешқашанда. Қалай болды, ол кинода тура солай көрсетілген. Одан да сорақы болған негізінде, мысалы қарап отырсаңыз. Сондықтан да менің ойымша, әрине пікірлер айтылған жақсы, дұрыс деп есептеймін. Енді өзіңіз ойлаңыз, мынау кино шедеврларды қарап отырсаңыз, әлемдік кинода мысалға мынау Скарлетт, Унесенная ветром. Сонымен қатар, енді ол классикалық фильм ғой, сонымен қатар Однажды в Америке дейтін фильмдер мысалға. Әлемдік классикалық. Енді екеуін салыстырып көріңіз, екеуі де классикалық фильм болып есептеледі. Бірақ Однажды в Америке дейтін ол таза бандиттердің фильмі ғой, қарап отырсаң. Бірақ ол жердегі актерлық жұмыс, режиссерлық жұмыс, әйтпесе жаңағы Крестный отец, бандит. Бірақ олардың барлығы классикалық фильмдер деп есептеледі. Көрдіңіз ба, сонда айналып келген кезде көрерменнің талғамынан бәрібір ешқайда кете алмайсыз. Көрермен осы фильмді бірденке көрді, ұнатты, соншама просмотр болды, неге деген сияқты ойлар бәрімізде болған рас. Бірақ қарап отырсам, шынымен де көрерменге керек нәрселер көп екен. Өзім кейіннен көрдім ол фильмді. Мен өзім түскен фильмдерді біраз уақыт өткізіп барып көрген жақсы көремін. Неге кетесіз? Білмеймін, біріншіден сондай бір қатты бір елдің бәрін көріп пікірлерін тыңдағым келеді. Қалай отыр екен, не отыр деген сияқты. Содан кейін барып үзіп көргеннен гөрі бірінен соң бір үзбей көрген жақсы көремін. Бәрін рекламасы, іштемесі, қандай қосып қойып. Шыдай алмай кетемін. Әйтсе енді мынау Сержан братанды өздеріңіз білесіздер, әр аптада бір-ақ сериядан беріп отырды. Елдің бәрі маған звондайды, қашан болады дейді. Мен білмеймін, мен түскем ол фильмге. Бірақ ары қарай мен шаруам емес. Ары қарай оған мен жауап бермеймін деп. Кішкентай балаларға дейін, үлкен кісілерге дейін сол екі ордақты. Мен айтам кішкентай балаларға, сендер 18-ге толған жоқсыңдар, болмайды осындай көруге деп. Қалай тоқтатасың көрерменді? Сіз сөйтіп аудиторияңызды үлкейтіп алған сияқтысыз осы Сержан братанның арқасында. Мен үлкейдім, кішірейдім, енді ол маған келіп кетер ештемесі жоқ. Әрине. Қазір сол қазақша сериалдар, фильмдарда бір шынайылыққа
кәдімгідей басымдық беріп жүр, иә. Бұрында қарағанда бір жасандылық қатты болатын. Біз сондай бір әдеби сөздерді қолданып, біз осы өмірде қолданбайтын сөздерді айтып. Енді бұндай мәселе болғанды дұрыс қой. Шектеулер болған дұрыс, бірақ негізі мына реализмнен қатты кетіп қалуға болмайды, алшақтап кетуге болмайды. Шынымен де енді өзіңіз ойлаңыз енді. Ғафу өтіңіз деген сөз қазір ешкім айтпайды, мысалы. Бірақ қазір сериалдарда солар жүреді, мысалға ішінде. Ол енді мынау телеканалдардан әсіресе заказ берген кезде, мысалы редакторлар соны өткізеді ғой, тексттарды өткізген кезде, ең қазір біздің қазақ сериалдарының ақсап тұрған жері бұл тіл мәселесі, текст мәселесі. Өте қатты ақсап тұр. Неге десеңіз, киноның тілі жоқ, киноларда, сериалдарда. Енді біз сияқты бұрыннан түсіп жүрген кішкене опыты бар актерлар өздері жөндеп алады сөздерін, кішкене өзіне келтіріп алады. Оның өзінде айғай-шу, ұрыспен таласпен жүріп, өйткені ана жақтан жоғары жақтан каналдың редакторлар бекітті ма, сіз соны айтуға тиіссіз деген сияқты нәрселер айтылады. Ол мүмкін келмейді, мүлдем келмейді. Жатық емес, киноның тілі емес ол. Сондықтан да әйтеуір біз жөндеп, ал жаңа келген актер не? Ол келген, қолына берген тексті айтып береді. Тура солай айтып береді. Одан кейін ол жалған болады. Ол өзіне сіңбейді. Өзінен анау айтып тұрған сөзі жат болып, өзінен теріс қарап тұрады былайша айтқан кезде. Сонан кейін барып жаңағыдай өтірік нәрселер пайда болады. Актерлар жалған ойнай бастайды, өзін-өзі алдай бастайды. Онан кейін рөлге қызығушылық болмай қалады. Көрдіңіз ба? Осындай мәселелер көп. Қазіргі біздің қазақ сериалдарында бәрін бірдей деп айта алмайды, көбіне көп ақсап тұрған нәрсе тіл мәселесі. Орысшадан тікелей переводталады, тікелей аударылады да, сол тікелей аудармамен біздің қазақтың сөздері қотырланып, шотырланып бірдеңе болып кетті. Қазақтың өзінің жалпақ тілімен де әдемі мынандай қазақша өзінің киноның тілін табуға болады, шығаруға болады, өйткені біздің тіліміз бай. Жетеді, қандай бағалауға да табуға болады, басқаға да табуға болады. Ой, әкең деген сөздің өзі мысалы қош жүрсе болады арасында. Оны тұңғыш демей, өйткені ол жалпы бүкіл қазақтың күнделікті айтылатын, мысалға. Сондай нәрселер. Енді бағана өзіңіз айтып өттіңіз, жас режиссер деп. Сізге енді жас режиссерлармен жұмыс істеген қаншалықты қиын, әлде оңай? Себебі енді қазір заман дамыған, мысалы олардың өзінің көзқарасы өмірге, өнерге деген көзқарастары бөлек қой, бағана сіз айтып өттіңіз. Анайы сөздерде қосып жіберіп жатыр, боқтық сөздерде кетіп қалып жатыр деген секілді ше? Енді ол өзінше бір былайша айтқан кезде тәсіл сондай шығар деп ойлаймын, бірақ бәрі сондай емес. Қазір жас режиссерлермен көп жұмыс істеп жүрмін. Ол қуантады мені, өйткені жас режиссерлер олар жаңалық. Сосын біріне бір ұқсамайды, жұмыс әдістері. Америкадан бітіріп келген жігіттер көп қазір мына кино саласында. Жас балалар бірінің қолтаңбасы біріне ұқсамайды, әркімнің өзінше көзқарасы бар. Олармен жұмыс істеген өте қызық, тартымды. Олармен сосын жаңағындай пікірлесуге де үлкен не бар, мүмкіндік бар. Олар кейінгі режиссерлердің байқап жүргенім, мынандай ас түсті жасамайды еш нәрсені. Көзқарастары бар өздері, сонан кейін мына актерлармен жұмыстары маған қатты ұнайды. Жас актер болсын, үлкен актер болсын қарамайды. Сол өзінің рөліне байланысты жаңа түсініктеме беріп, задача қою жаңағы. Қалай келу керек рөлге, қандай не жасау керек, актерларға қандай подход жасау керек деген мәселелерді жақсы меңгерген. Мені қатты қуантатын сол. Мен бірталай жас режиссерлермен қазір жұмыс істеп жүрмін кино саласында. Енді театр саласында да сондай, театр саласында да қазір жас келіп жатқан режиссерлер көп, көзқарастары бөлек. Драматургия, таңдау мәселесінде де бұрынғыдай емес, таптаурын нәрседен шығып, қазір жаңа дүниелер, жаңа дегенде ол енді ескіден ешқайда кетіп қалмайсың, сол ескі дүниелерді жаңартып қою мәселесі мысалға. Фархат деген жігіт қазір мынау неде Тюзда бірталай спектакльдер болып жатыр, біріне бір ұқсамайтын спектакльдер, одан кейін бұрынғы Қарагөз мысалы сахналанып жатыр, Құлагерді сахналады мысалы, сол сияқты өзінің көзқарасы бөлек. Айдын Салман деген жігіт бар мысалы, жас режиссер. Біздің өзіміздің театрда Аридаш деген қыз бар. Бұлардың әрқайсысы бір-біріне ұқсамайтын. Нина деген қыз бар. Біріне бір ұқсамайтын режиссерлар. Осындай режиссерлар көңілге қуаныш ұялатады. Құдайға шүкір дейсің. Енді кино саласында да, театр саласында да режиссердің беретіні актерға, жалпы өнерге, театрға, киноға беретін нәрсесі көп қой. Енді театрда, кинода ол енді өзгеріссіз тұруға болмайды, бір орында қалып кетуге болмайды. Өсу керек. Әрине бізде енді мынау өзіміздің ұлттық дәстүрлік театрда алып қалуымыз керек, сақтап қалуымыз керек деп жиі айтады да,
бірақ өздері білмейді оның дәстүрлі театр деген не екенін көбісі өздері түсінбейді. Ең алғашқы бізде мысалы қойылған қойылымдар, спектакльдер мысалға енді көбісі енді түсірілмей қалды ғой. Ол кезде телевидение болмады, басқа не болды, түсірілмей қалды да. Бірақ мен ойлаймын, дәстүрлі біздің театр дегеніміз ол таза кәдімгі сөзге қойылған театр, спектакльдер бұрынғы. Ол кезде сөзге деген қандай мән берілді. Енді қазірге шейін ойнап жүрміз. Әуезовтің спектакльдер, Мұхтар Әуезовтің, Ғайып Мүсіреповтің тілдері. Бұлардың барлығы негізі тілге қойылған, сөзге құрылған спектакльдер. Ол жерден бір сөзін қалт жіберуге болмайды. Әр сөздің астында астар жатыр. Мен ойлаймын, біздің дәстүрлі театр дегеніміз солардың шығармалары сол қалпында бұзбай алып келу керек еді. Бірақ өкінішке орай үзіліп қалды, бірақ оны қайтадан қалпына келтіруге болады. Қазіргі жастарда тіл мәселесі театрда өте кемшін тұстар. Сөз саптау деген жоқ. Сөз саптау деген қазақтан тілін саптап сөйлеу деген ол үлкен өнер. Ол өзінше театрдың ішіндегі театр деуге болады. Осы мәселе кішкене біз ақсап тұрғаны рас. Кино саласында тілді айтып отырмыз, сол сияқты театрларда да қазір осы тіл мәселесі кішкене. Енді өзіміздің алдымыздағы біз ағаларымыз, апаларымыздың бәрін көріп өстік. Сәбира апаларымыз деген қасымызда жүр, Аллаға шүкір, Сәбит Оразбаев, Асанәлі ағамыз қазір театрдың үлкендері, бүкіл қазақ театр өнерінің ақсақалдары мысалға. Солардың барлығының қасында жүріп, солардың сөз саптауын, апаларымыздың, ағаларымыздың солардың бәрін көріп өстік. Құдайға шүкір деймін. Солардың көп нәрсе алып қалыппыз. Қазірде де бар мысалға алдымызда ағаларымыз бар. Әлі күнге шейін солар әйтеуір сахнаға шықса болды, әлі күнге шейін зерттеп жүремін өз басым. Қалай тұрады, қалай жүреді деген сияқты. Оның барлығы ол институт қабырғасында оқып келген шәкірттің, жас актердің білім алып келген білім бөлекті. Ал театр ол практика. Баяғы бізге Әшірбек Сығайып сабақ берді. Марқұм сол кісі айтатын. Теория полководец, практика солдат деп. Сол айтқанда шынымен тарс театрға келген кезде анаяқта оқығандарыңды ұмытып қалуы мүмкін. Өйткені сахна ол бөлек нәрсе. Сол жердегі актерлардың, үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың ойынына қарап жүріп, біз сонымен өстік, солармен. Әр режиссерлермен бір жұмыс істедік, солардың барлығы бізге үлкен мектеп болды. Сол кісілерден кейінгі аға буын сіздер ғой енді. Біздің алдымызда 3-4 буын бар әлі. Біз өзіміз мысалы 50-ге келіп қалдық. Бірақ әйтеуір алдымызда ағаларымыз бар, соған Құдайға шүкір тәуба дейміз. Енді қазір театр деген кезде сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы жаныңызға, өзіңіз енді өнерді театрдан бастадыңыз. Енді жаныңызға жақыны театр ма, әлде кино ма? Әлде бұл екеуін бөліп айтудың өзі бір ақмақтық па? Бұл сұрақ маған жиі қойылатын сұрақтың біреуі. Енді кино мен театрда қатар жүргеннен кейін, бірақ мен үшін әрқашанда ол театр жақын. Әрине, кино деген үлкен өнердің саласы. Мен киноға ең алғаш қадам басқан 2000 жылы Сатыбалды Нарымбетов жақында ғана дүниеден озып кетті. Марқұм тек қазақ киносы үшін ғана емес, жалпы дүниежүзілік киноға қосқан үлесі зор адам ғой ол кісі. Фильмдерін білесіздер. Сол кісінің ең бірінші сол кісінің фильміне түстім. Сол кісімен кинода тұсауымды кестім. Молитва Лейли, Қыз жылаған деген фильм, семей полигон туралы. Сол жақта түсірген болатын. Сол кісімен тұсауымды кесті алғаш түскен фильм. Енді 90-шы жылдары киноның тоқырау кезі, бізде қазақ фильм деген тоқтаған кезі ол кезде. Жылына бір кино түсіріле ма, түсірілмей ма? Сондай заман болатын. 2000-шы жыл сол бірінші фильмге түстім. Сол енді Сатыбалды ағаның қол жеңіл болған болу керек. Әйтеуір содан кейін жайлап-жайлап киноға шыға бастадық. Жайлап-жайлап біздің қазақтың киносы қайтадан жандана бастады. 90-шы жылдары мысалы Қазақфильм кино студиясы қаңырап бос тұрған кездер болды. Ол жерде дубляж деген отдел болды. Соның өзі ғана әйтеуір анда-санда жұмыс істейтін. Қазақфильмнің іші енді қыстың күндері суық болатын, соның үшін дубляж сол кездерде ғана кіретінбіз. Кино деген өзі тоқтап тұрған кез. 90-шы жыл енді тек қана 90-шы жылдар ол өнерде ғана емес, жалпы үлкен тоқырау болған замандар ғой. Қазіргі кез әшейін мысалға. Содан бастап әйтеуір жылжи бастадық. Сонда Сатыбалдағы өзінің сол бірінші фильміне өзімнің атыммен жазды. Дулыға деп жазды мен өзімнің атымды. Өзі айтты, Дулыға деп жазайын, балам, келісесің бе деп. Әрине келісем. Енді киноға түсу деген, толықметражды фильмге түсу деген ол кезде ой біз үшін. Енді жаңа басты рөлдердің бірін ойнадым. Содан басталды. Кино деген өзінше бір өнер. Мен енді киноны жоққа шығармаймын. Кино ол Құдайға шүкір әйтеуір кино саласында да әйтеуір бірталай рөлдер жасадым. Бірақ мен неге театрды жақын деймін? Өйткені мен актер болып қалыптасуыма
қаншалықты деңгейге көтерілгенімді білмеймін, бірақ актер болып қалыптасуыма осы күнге жеткізген мені театр. Ең бірінші театр өнері менің екінші үйім деп айтамын. Мен жұмыс істеп жүрген Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театр бұл жалпы қазақ өнерінің қара шаңырағы. Ең бірінші құрылған, содан барып мынау операңызда, балетіңізде, қандай жаңа өнер саласы бар, барлығы сол біздің театрымыздың қабырғасынан тарағандар. Сонда жерде жұмыс істеп, сол үлкен кісілердің тәрбиесімен әйтеуір актер деген атқа ие болдық, Құдайға шүкір. Сондықтан да мен үшін ең ыстық өнер ол театр. Әлі күнге шейін сөйтіп айтамын, айта беремін де. Жаңа айтып өткендей мен қалыптасуыма басты себеп болған театр. Енді актер болғысы келетін балалар туралы сөйлесейік. Баланың қабілетін кішкентай кезінен ата-анасы байқайды ғой, енді актерлікке қабілеті бар деп. Сол неден бастау керек? Мысалы, мен кішкентай кезімде бір кастингке барғам. Өттім. Одан кейін 200-300 мың теңге төле деді, оқисың. Одан кейін біз сені неше түрлі проекттерге алып барамыз деп сөйтті. Енді ол кезде мен кішкентаймын, ол кезде ақша да жоқ. Сөйтіп қоя салдық. Актерлік карьерам сонымен тоқтады. Қазір көп қой. Қазір көп ондай курстар. Инстаграмнан байқап қаласың, Неден бастау керек? Кішкентай бала не істейді? Меніңше сол кішкентай балалардың актер болғанына өз басым қарсымын негізі. Ол оқытпау керек, оқытқан дұрыс емес кішкентай балаларды. Ол керісінше кері әсер етуі мүмкін балаларға. Актерлік курстан гөрі колледж бар. 9-шы сыныптан кейін, болмаса 11-шы сыныптан кейін кәдімгі академияға тапсыру керек. Сөйтіп барып актер болу керек. Әйтпесе қазір енді жаңа өзіңіз айтып өткендей курстар көп. Ол қандай курстар, ол не оқытып жатыр? Мен тура білетінім, ондалар енді дұрыс жол ұстанып жүрген жоқ. Ол кішкентай баладан актер шығару ол мүмкін емес. Керісінше олар кішкентай баланың табиғилығынан тайдырып жібереді, құртады. Кішкентай балаға кинода ойнаудың керегі жоқ. Ол өзін-өзі алып шықса болды, өзінің аузына. Кішкентай бала сахнаға шыққанда, кинода жүргенде, үлкен актерлар қасында тұрғанда жоқ болып кетеді. Неге десеңіз, кішкентай нәрестен алайықшы, кішкентай бөпе, мысалға мына жерде отыр. Соның жанында анау актер, мен мысалға нәрестемен сөйлесуім керек енді, бірақ ол бәрібір мені екі есе орап алып кетеді. Неге десеңіз, ол түк ойлап отқан жоқ, ойнап отқан жоқ, ең бастысы камераға. Біз ойнай бастаймыз ғой. Әдемі күле бастаймыз, әдемі сөйлей. Ал періште ол ештеңе біліп отқан жоқ, сол күйінде қалу керек. Ауылын алды жаңағыдай өздеріңіз айтқандай жаңағы курстарға береді, ата-аналар білмей. Бәленбай ақшаларын төлейді. Ол бала, сен мына жерде былай күлуің керек, былай сөйлеуің керек дегеннен басқа олар түк үйретпей. Одан кейін бала шатасады, ойнай бастайды. Тіпті мына киноға, мынау КВН-де ойнаған, мынау әзіл-сықақ театрларында ойнаған актерлар болады ғой. Кино болсын, театрға болсын, олар кірісіп кете алмайды. Неге десеңіз, олар әбден кәдімгі актер болып алған. Башқан кезде актерлыққа қалай бару керек, жолын білмейді. Ал жалпы театрда да, кинода да ең бірінші мақсат ойнау емес. Жалпы ойнау деген сөз дұрыс емес негізі. Театрда ойнаймын деп былай айтылу үшін ғана керек нәрсе. Негізінде сахнада да, камераның алдында да ойнауға болмайды. Өмір сүру керек актер. Актер өмір сүрмесе, онда барлығы жалған болады. Актер театрда да, кинода да өмір сүру керек, екеуін де ұстану керек. Бірақ театрдағы температура мынау кинодағыдан кішкене биіктеу болады, басқаша болады. Театр сахна өйткені. Үлкен. Сізге көрерменге сіздің даусыңыз жету керек. Тіліңіз таза болу керек. Жест дейді, басқа дейді, кішкене, сондай кішкене сәл-сәл көтеріңкі болып тұрады. Бірақ соның өзі сол жерде жүріп сіз өмір сүруге тиіссіз. Ойнауға болмайды. Біздің енді, мен оны көп жерде айтып та жүрмін, ол мен ғана емес, жалпы көз арақты көрермен де, көз арақты актерлар да барлығы да айтып жүр. Бізде бір штампқа түсіп алған театрлар көп. Мысалға батырды ойнайтын болса, Алматыда ойналған батыр, мысалға Атырауда да тура сол батыр. Таққа отыру керек ол міндетті түрде. Батыр болса қолында қылыш, найза, сонан кейін дауысы гүрілдеп тұру керек. Деген дауыс шығу керек, ода қабақ түйілу керек мысалға. Ол міндетті түрде үлкен болу керек. Мынандай жаңағы дауысы бәрі сай, халем,
осылай бәрі штамп. Батырлар кім айтты сөйтіп сөйледі деп. Оған қандай дәлел бар? Мысалға да, сіз керісінше жұмыс істеуіңіз керек қазір. Ең бірінші нәрсе, керек нәрсе қазіргі сахнада ой. Кинода да ой. Бізде ойламай тұрып, біз сөйлеуге асығамыз. Жалаң тіл, жалаң сөз кетеді көрерменге. Ал егер актер өзі сахнада тұрғанда өзі өмір сүрмей, ол не айтып тұрған түсінбесе, оның зритель оны қаяқтан түсінеді. Көрдіңіз бе? Екі есе былай айтқан кезде, яғни театр мысалға тірі өнер дейтін болсақ, актер мен көрерменнің арасында энергетика жүрмейді, үзіліп болады. Ол трагедия. Жаңа айтып отқаным, штамп деп отқан мәселенің бәрі сондай. Бір кім Болат ағамыз бізге осы нәрселерін көп үйретті. Бір сахнаға біреулер шығып алады, әдемі дауыс салып алады дейді жаңағы, әдемі күлкі салып алады. Бәрі жаттанды. Ол дұрыс емес. Біз содан құтылуымыз керек. Қазір енді Құдайға шүкір, жаңа жас режиссерлар бекер айтып отқан жоқпын. Осындай мәселелермен жас режиссерлар қазір басқаша жұмыс істеп жатыр актерлармен. Енді қазір кейін келген актерларда да осы мәселеге көп жаңағындай жаңалықтан енгізуге тура келеді. Олардың бойларынан соны байқаймын мен. Бірақ енді өмір сүру керек екен деп, ол театрдың өзінің заңдылықтарынан аттап кетуге болмайды. Кейбір театрлар орсын айтса, жаңа киноны көріп отырсың, мыңғыр бірдеңкені айтады. Не сөзін түсінбейсің, не жасап жүрген действиясын түсінбейсің. Ол айтады, мен өмір сүрушім дейді. Ол өмір сүруге болмайды. Яғни режиссер оған дұрыс задача қойылмаған деген сөз. Дұрыс шешім қойылмаған деген сөз. Аға, кәсібилігіңізді шыңдау үшін қандай жанрдағы фильмдерді көресіз? Қай режиссерлардың жұмыстарын қарайсыз? Енді фильм көру деген мен үшін бір кәсібилігімді шыңдау үшін көрмеймін мен киноны. Менің киноны көру мақсатым мүлдем басқа. Кейбір тұстары режиссерлар айтады, бір рөлге барған кезде, мына киноны көріңізші дейді, мынандай кино бар, соны көріңізші дейді. Мен айтамын, мен көрмеймін оны дейді. Мен көрсем болды, соны мен сол рөлді қайталап беремін, маған қызық емес, онда мен түспей қояйын деймін. Оның керек не маған? Ондай біреудің жасаған нәрсесін қайталап маған керек не? Көрдіңіз бе? Әр актер личность болу керек. Дара болу керек. Ол жақсы болсын экрандан, жаман болсын, ол тек қана өзінікін істеу керек, өзінің жолын іздеу керек, өзінің жолын табу керек. Ол таппай өтуі де мүмкін. Онда мүлдем жақсы. Ал ол бір ізділікке түсіп алатын болса, ең актердің құрайтын жері сол. Бағана мен штамп деген нәрсені айтып отырмын ғой. Актер әр салада жұмыс істейді. Жай өзіңіз айтып отырдыңыз мысалға басында. Театрда, кинода мынандай рөлдерді ойнап жүргеніңізде, вдруг бір бандиттік рөлін ойнадыңыз. Ол мен үшін өте қызық нәрсе. Актер өзгеру керек. Актер бір қалыпты өмір бақи герой бол, өмір бақи ол тәуір адам, жақсы адам болып жүру, ол актердің өзінде де былай айтқанда. Неғұрлым мысалға әртүрлі жанрда ойнайтын болсаңыз, комедиясы болсын, трагедиясы болсын, драмасы болсын, басқа жанрлар мысалы, ол актердің өзіне қызық. Актер сонысымен актер. Актер қызық болу керек көрерменге. Актер мен қызық болмай қалсам көрерменге, мен содан қорқу керек. Көрдіңіз бе? Жаңағыдай штампқа бір ізділікке түсіп кетуден қорқуым керек мен. Енді әрине бізде ондай возможностьтар аз. Өйткені бізде басқа елдермен салыстырғанда кино аз түсіріледі ғой. Ол енді ойланатын мәселе. Актер біткен мына рөлді сомдасам деп бір армандап жатады. Сіз керісінше... Түсініп қойдым сұрағын, өмір армандаған емес. Жоқ, керісінше мына рөлді алмаймын, ойнамаймын деп. Менің принципіме жай сай келмейді деген сияқты рөлдер болды ма? Мен міндетті түрде сериал болсын, кино болсын, бірінші сценарийді оқимын. Бірінші сценарийді оқып аламын. Ондай бірақ енді мен мынаны ойнамаймын, мына менің рөлім емес деген бір лақтырып тастайтын ондай менде болған жоқ. Бір 2-3 рет болды, өткен жылдары болды, былтыр болды мысалға. Сондай рөлдер келді, бір мүлдем енді ана жерде актер үшін қызық ештеме жоқ. Актер ойнайтын ештеме жоқ. Ондай рөл қызық емес, оның керегі не оның. Бір рөл болды, өте керемет жазылған сценарий, керемет рөл, бірақ анау менің табиғатым мүлдем басқа болды. Неге десеңіз, мен баяғыда ең алғаш бір фильмнен отказ бергенімде, бұл жаңа толықметражды фильм болатын, аты жөнін айтпай ақ қояйын, режиссерін айтпай ақ қояйын. Басты рөлде ойнауым керек болды. Бірақ ол ауырып жатқан анасы қиналмасын деп, анасын жастықпен тұншықтырып өлтіру керек болады. Өте. Мен айттым режиссерға, рахмет дедім рөл бергенге.
бірақ мен мына рөлді ойнай алмаймын дедім. Мен мың жерден басқа, мен біреуді өлтірейін, атайын, гранатла, мен бірақ шешемді өлтіре алмаймын, мен кинода да өлтіре алмаймын дедім. Мен өзім өле беремін, 100 рет өлеймін, 1000 рет өлеймін, басқа бірақ анамды өлтіру кинода ол менің қолымнан келмейді, кешір дедім. Тура сондай ситуация ана жолы болды. Ол жерде нәрестенің өлімі туралы. Нәрестенің өліміне, кішкентай нәрестен бірінші жаңағы себепкер мен боламын ана жерде. Ол да главный роль. Бірақ ана нәрестенің өлгеніне жабыңдар, тастаңдар деп сондай. А мен жоқ дедім. Басқа нәрестенің өліміне мен ондай жасай алмаймын деп осы жерде отказ бердім. Неге десеңіз, мүмкін емес еді. Мен ол көрерменнің сөзінен не болмаса басқа не айтқан жоқпын. Өзімнің адами принцип дейді ғой, енді былайша айтқан кезде. Енді ондай одан өткен қатыгездік жоқ мен үшін. Ол кинода да болсын, басқа нәрседе болсын. Адам бәріне барады. Бірақ сондай бір нәрселерге шектеу қойылады. Қанішердің өзі мысалға өзінің шешесін өлтірмеуі мүмкін мысалға. 1000 жерден қанішер болса да шешесін өлтірмеуі. Болмаса өзінің нәрестесіне қол көтеруі мүмкін мысалға. Көрдіңіз бе? Бұл ойланатын нәрсе. Аға, сосын сізді қонаққа шақыратын кезде біраз Инстаграмды, әлеуметтік желілерді төңкеріп шықтық. Сізді Инстаграмнан таппадық. Бір 5-6 парақша жүр, бірақ енді... Сіз емес па? Иә. Ол мен емес. Менің Инстаграм ашылған, осыдан бір білмеймін, 10 жыл болды ма, әйтеуір. Алғаш осы Инстаграм ашылған кезде бір аштым да, мен де бір активный болып кірістім сол кезде. Сондай еді қой, бастан қызық болды. Мен бір-ақ күн отырдым Инстаграмда. Бір күн отырдым, мен шошып кеттім сосын. Сұмдық қой дедім енді. Сәлем, қалайсыңдар достар, сәлем, мен мына жақта жүрмін, күшті там. Сәлем, мен үйде қонақтар отыр, ана бәленше бүгін мамамның туған күні, біреу бірдеңкенің туған күні, бүгін тойда жүрмін, бірдеңке, бәріне лайк болса, оған бірдеңке жазу, құтты болсын, бір жазу керек. Менің бір күнім қалай өтіп кеткенін түсінбедім. Енді ұлы сөзді ұятты жоқ, мен ойладым, енді әжетханаға барып отыр, сондай жазатын шығар дедім енді. Біреу үйінің мебельдерін көрсетіп жүр, біреу люстрасын көрсетіп жүр, біреу машинесін көрсетіп жүр. Мен ойладым, бұның бәрін не үшін керек маған? Мен құрдан құр уақытымды ұрлады, бір күні уақытымды ұрлап тастады. Құрдан құр жоқ болып кетті. Мен күнде сөйтіп отыратын болсам, бұл не болдым? Мен сосын сондай шешімге келдім. Қой, мен мына менікі емес екен дедім де кірмей қойдым. Бірақ енді жауып тастаған жоқ, бірақ ашық тұр. Білмеймін ішінде не сурет тұрады, бір суреттер дейді. Бір кішкентай бала бір бөлмеге жүгіріп бара жатқан суреттер дейді. Ол кім салған ол сурет білмеймін. Әйтеуір өзім бүйтіп басып отырып байқамай салып жіберген болуым керек, әйтеуір сондай бір сурет дейді. Енді ана былтыр пандемия кезінде кішкене кіруімізге тура келді. Жұмысқа байланысты. Оның өзінде маңызды көрмедім. Оқырмандарымыз, сізді іздеген оқырмандар біліп өтсін, қайсысында отырасыз әлеуметтік желінің? Мен Фейсбукта отырамын, бірақ оның өзінде де мардымдып бір не жазбаймын, пост көп жаза бермеймін, сурет мүлдем салмаймын еш жерге. Өйткені біреулер менің әйелімнің туған күні, менің жан жарымның өмір бақи бірге келе жатқан, бірге тұрған, бірге жатқан деп, сон туған күні әйелінің туған күні айтып жатады. Сон гүл беріп жатқанын, сүйіп жатқанын, менің балам бірге толып отыр, ол кімге қызық? Айтыңдаршы, кімге қызық ол? Ол жерде, мысалға, Фейсбукта жаңағыдай әлеуметтік мәселелер көтерілсе, өнер тақырыбы көтерілсе, мысалға, маған сол қызық. Болмаса жақсы сондай өз нелер бар, кәдімгі арнайы беттері бар, сондай парақшалар. Мынау суретшілер туралы, болмаса театрдың нелер туралы, кино туралы, мүлдем басқа әдебиет туралы сондай парақшалар бар. Мен соларға кіріп бір жаңалықтар іздеймін, солардың жаңағы айтқандарын оқуға тырысамын, керек нәрселер іздеуге тырысамын. Біреудің туған күні, біреудің юбилейі, бірдеңке деген ол не үшін, ол өзіне қызық болуы мүмкін. Елдер соған жапа-таран құтты болсын, ой, молодец жазып отырады, ол керек не сол, кімге керек ол? Ал анау құтты болсын деп жатқандардың өзі ананың көңілі үшін жазып жатыр, менің ойымша. Ешкімге керек жоқ. Ол әйелі болса өзінің әйелін құттықтасын, өзінің балаларын. Қай адам болса, тек қана ол актерлар, тек қана мынау артистер емес, қай адам болса да негізі меніңше кішкене жұмбақтау, жұмбақ болдық деймін айтпай ақ қойын, бірақ жұмбақтау болу керек адам. Кішкене тартыну керек, көп мақтану, көп мынау неден өз басым аулақпын, жарнамадан өз басым аулақпын. Бірақ енді Инстаграмға мен енді негізі табыс көзі болып отырған. Енді соны айтады көбіне сол табыс көзі екен, оказывается, ол жаңағы біреуге реклама жасап береді екен, ол соған ақша алады екен, бір жер тегін тамақ ішеді екен, тегін киім киеді екен. Құдайға шүкір енді өзім оған енді ондай мүгедек емеспін мен енді.
Біреуге енді адамды кіріп тармай қойсын. Біреу жерден бар тегін тамақ ішу үшін енді бетіңді арың сату меніңше сол сондай бір кереметтей нәрсе емес негізі. Мен Инстаграмға кірмекші, менің жоспарларым бар. Инстаграмға мен өзімнің бір жоспармен кірсем ба деген ойым бар, бірақ соны ойлағанмен жарты жылдан асып бара жатыр уже тағы да. Сондай ойларым бар. Енді менің атымнан ашып алған инстаграмщиктер бар. Иә, 4-5 парақша жүр, 4-5 парақша жүр. Енді осындай кез пайдаланып айтып қалғым келеді. Инстаграмда менің парақшамда отырған мен емес, құрметті тыңдармандар, көрермендер, олар басқа біреулер әйтеуір білмеймін, дауыс жинап отырмын, ақша жинап отырмын, онда шаруам жоқ. Бірақ меніңше ол ұят нәрсе деп ойлаймын. Содан кейін өтініш, менің атымнан Инстаграм ашқан екенсіз, қате жазбаңызшы Құдай үшін. Мен мынау қате жазғаннан жек көретінім жоқ. Мен біреуге жаңағы WhatsApp-пен жаңағы сообщение жазсам да, үтір нүктесін үйдің сызықшасынан қойып жазғанды жақсы көремін. Қате жазған адамды онша ұнатпаймын. Сондықтан да айналайын, ашқан шығарсын басқанша, бірақ қате жазбашы Құдай үшін. Сосын менің атымнан бір жеңіл сөздер айту, сөйлесейік бауырлар деп бір жазып қойыпты бір. Мен ешқашан өйтіп жазбаймын, өйтіп айтпаймын да. Шықсаңдар сөйлесейік те пікірлесейік те деп жазып қойыпты. Масқара күлкім келеді, мен өйтіп ешқашан айтпаймын. Не аламын мен біреуді сөзге тартып, қазір ешкім уақыты жоқ. Одан да өзіңнің пікіріңді айт, өзіңнің пікіріңді жаз, соған байланысты елдерден пікірлерін тыңда мысалға да мүмкін. Бірақ өтінерім сол, айналайындар бауырлар, инстаграмщиктер менің атымнан ашып алған осы мәселеге сақ болыңдар. Басқа ештеңелеріңе қарсы емеспін, жарайды жүргізе беріңдер, мен қызғанып жатқан жоқпын. Бір жігіттер менен интервью алды. Оның негізі, оның ар жағы бар да негізі ол әңгіменің. Ол жаңағыдай, ол не әрді жоқ, не берді жоқ. Сол жерін кесіп салып қойған. Сондайлар дұрыс емес негізі. Анау Амантасқаныңды жаңағы бағдарламасына қатысқан кезде мен енді Тоқал туралы әңгіме сол бүкіл Қазақстанға тарады. Ол кімге қызық болғанын қайдам әйтеуір. Анда да жүрдім, мында да жүрдім. Мен оны байқамаппын, маған біреулер көрсетті мына деп, мынау масқара ғой деп. Енді мен онда Тоқал мәселесін айтқан нәрсемнен мен қашпаймын да, жалтақтамаймын да, одан мен маған келіп кететін ештеме жоқ. Бірақ кейде бір былайша айтқан кезде бір ыңғайсыздау бір жағдай туындап қалады да. Неге десеңіз, оның алдында айтылған әңгіме бар. Оның алдындағы ой бар айтылған. Соның мынау жалғасы мына әңгіме. Жаңа айтып отырғаныңыздай жаңағы мен енді айттым ғой, жаңа ол да тарап кетті ғой жаңа. Ойбай елім үшін, отаным үшін деп жаңағы деп жүргендердің бәрі жалған деп. Оның да алдында айтылған әңгімелер бар. Мынау соның жалғасы орналады. Кішкене енді қысқа көз оқылады да, бұрқ еткізіп берсін. Ашуланып отырмын. Неге сонша сондай эмоцияға кіргенін білмеймін. Өйткені сол алдындағы әңгіме соған келген болу керек деп ойлаймын өз басым. Оны айтқан себебім, енді есіме түсіріп отырмын қазір. Шынымен де қазір бізде мына жалған ұрандаушылар көп. Бұрында да болған, бірақ қазір енді ушығып кетті. Жеңісімді халқыма арнаймын деп. Енді жарайды, ол түк емес, ол жеңісін халыққа арнағаны дұрыс, ол керісінше ол дұрыс. Ол жеңісін шынымен де өзінің еңбегін халқына арнап жатыр. Мысалға мен өзімнің актерлық сахнадағы ойынымды мысалы халыққа арнайсың ба, кімге өзің білесің мысалға, ол дұрыс. Оны бірақ айтудың керегі жоқ, бірақ енді ол сол түк істемейді. Бірақ бір креслода отыруы мүмкін, білмеймін, бір өкімет басында отыруы мүмкін. Сондай сөздермен өскен адамдар бар. Негізі менің айтайын деген ойым сол болатын. Сондай адамдар өседі. Сөйтіп өседі. Мен отан үшін жылайды керек десе. Халқым жылайды, өтірік жылап тұрады. Мен тура осы үзіндіні ертең сендер кесіп бересіңдер ғой. Осылай жылайды. Қазағым үшін не істемедім. Бірақ сол адам ертеңіне креслодан креслоға кетеді ғой былай. Өседі. Өңге солардың заманы болды. Мен соны айтқам ол жерде. Хайп дейміз бе, басқа дейміз бе? Иә, хайптың заманы. Бірақ хайптың заманы екен деп олай жасауға болмайды. Халық соған сеніп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Бүкіл халық сеніп отыр. Соның айтқан сөзіне ертең о дүниеге барғанда жауап береді ғой ол. Ең бастысы, көрдіңіз бе? Бұл дүниеде ол айтсын, жыласын, күлсін, онда емес. Мен үшін ол о дүниеге барғанда енді аяйым. Неге десеңіз, ең бірінші халықтан ешкім үлкен емес. Халықты өзінің карьера үшін, өзінің мансабы үшін алдауға болмайды ешқашанда. Өзіміздің ортамызда да мысалға, өнер адамдарында да ондайлар көп мысалға. Отырып алып бүкіл өнерімді халқым үшін сол өнерімді жаңағы шыңдап жүрмін. Халқым үшін
өнерді жүрмей әйтеуір арқалап келе жатырмын бүкіл өнерді. Соны киномды сол халқыма арнадым. Сол әйтеуір халқым өтірік оның бәрі. Сен өнеріңді жаса, сен таза еңбек ет, қай салада болса да. Таза еңбек ет, ол автоматты түрде ол халыққа қызмет еткенің болып саналады ол. Сенің спектакліңге халық келіп орнынан тік тұрып, жылап тұрып, қол шабалақтап тұрса, міне халыққа қызмет деген сол. Мен неге оны айтуым керек, мен халыққа қызмет етемін. Міне, айтудың керек жоқ, ол сол. Мен кинома браво деп қол соғып жатсам, ұнады осы актер деп жатсам, халыққа қызмет сол. Инженер мысалы әдемілеп көпір соқса, инженер құламайтын көпір салып беріп, үстінен сынақтан өткен кезде өзі көпірдің астында тұрған негізі инженерлер. Көпір салған ғой бұрын, ағаштан салған, енді сол кезде олардың серті болған. Салған инженер көпірдің астында тұрған. Үстінен адамдар өткізген, машина өткізген, атару өткізген, сонда астында тұрған өзі. Егер көпір құласа, сонымен бірге мыжылып өлетін болған. Көпір салса, міне халыққа қызметі ол инженердің. Құрылысшы да сол сияқты, дәрігер де сол сияқты. Қай дәрігер айтып жатыр, мен ананың тісін жұлып бердім, сөйтіп халыққа қызмет. Қашан айтып жатыр? Айтпайды ғой олар ешқашанда. Көрдіңіз бе? Ол адал қызмет деген сол. Мысалы, пандемия кезінде мысалы дәрігерлер қандай қызмет жасады, байғұстар қаншама адамды алып қалды, өздері құрбан болды мысалға. Олар айтқан жоқ қой, мен халыққа қызмет еттім деп. Ол автоматты түрде халыққа қызмет етіп жатыр деген сөз. Менің ол жаңағы TikTokта елдің бәріне жария болып кеткен ол видеом осындай әңгімелерден келген, соның жалғасы болатын. Соның басын таба алмадың ба? Иә, біз семьямызбен халыққа қызмет етіп жүрміз. Әйелім түнімен ұйықтамайды, көз ілмейді, мен де көз ілмеймін. Бұл халық не болып жатыр деп. Шын болған әңгімелер осындайлардың барлығы. Мен сондай әңгімелерді естіген кезде біріншіден күлкім келеді, екіншіден сол адамға жаным ашитын айтсам. Адам өмірде шынайы болу керек. Шынайы болу керек. Шынайы өмір сүру керек адам. Шынайы дос болу керек. Біреу ұнамады ма, бар да бетін айт. Ұнамайды деп. Оны біздегілер алады да жай Facebook дейміз, Instagram. Бірі балағаттап тұрып кетеді. Біреу бір жап-жақсы бірдеңе жасап жатса, біреу бір комментарийді жаман деп жазып қалды ма, бәрі соны ит терісін басына қаптап, оны өзі көрген жоқ. Ал біреудің атынан оны білмей, ол адам танымайсың, оның мінезі білмейсің, қалай сенің оның атынан сен пікір айтуға хақың бар мысалға. Иә. Көрдіңіз ба? Осындай нәрсе жоқ. Төсекті жатып алатын батырлар деп шығарды ғой, мен сол сөзге. Диванные критики. Иә, диванные критики, диванда жатып батырлар сол неше түрлі бәлені жазып жатады. Екі ортада халық бұдан страдать етеді. Қайсынікі дұрыс, қайсынікі бұрыс, қазір ажыратамай қалды. Шын. Білмеймін, енді бұның бәріне кішкене енді тоқтау керек шығар деп ойлаймын, тоқтам салу керек шығар деп ойлаймын. Сізді болашақта кино режиссер ретінде көруіміз мүмкін ба? Білмеймін, енді ол туралы ойланбаппын да. Мен бірақ енді театрда біраз спектакльдер қойсам деген ойымда бар. Бірақ өзім қоятындай дүниені әлі тапқан жоқпын. Басқаша бір дүние қойғым келеді. Кинода жоқ әлі, ондай ойлағаны жоқ. Театр дегенде есіме түсіп отыр. Қазір енді технологияның, техниканың бір дамыған ғасыр ғой. Осы техниканың дамығаны кинода жақсы көрініп жатыр да, бірақ театрда әлі білінбейді. Гүлнар, бұл жерде мынандай нәрсе. Мен жалпы техниканың дамыған нәрсесін театрға жолатпауға тырысар едім. Неғұрлым техника дамыған сайын театр соғұрлым әлсірейді. Өйткені, неге десеңіз енді? Неге? Неге десеңіз, театр ол тірі өнер. Театрда актермен көрермен екеуі де тірі, біріне бірі жақындасу керек. Мен бағана бір сөзімді айтып кеттім, энергетика жүру керек ортада. Ал сондай тірі өнерге техника араласқаннан кейін ол біртіндеп актерлер робот бола бастайды. Жарқылдаған свет. Керемет, қазір көп қой Қытайлардың нелерінде, театрларында кәдімгі шын су ағып тұрады, сарқырама, соның ішінде жүреді адамдар. Одан да кинодан көргенің жақсы ғой оны. Дұрыс па? 3D эффект. Керек не, 3D эффект дейді, бірдеңе дейді. Көп бәрі бар. Одан гөрі, міне біз үшеуміз сөйлесіп отыр, міне театр. Осылай отырып көрерменмен жақын сөйлесіп, міне содан көрермен рухани ләззат алады. Тірі
организмдердің энергетикалары бір-біріне айналып жүр мына жерде үшеуміздің сол сияқты көрермен мен актердің арасында тірі энергетика жүру керек. Ол сонысымен театр. Ондай осы жаңағыдай жарқылдаған, парқылдаған қазір ондай спектакльдерде болып қойылып жатыр. Давно ондайлар көп. Оған біріншіден қаншама қаражат құртады. Қаншама не. Бәрібір екі адамның ортасындағы әңгіме сияқты бәрі ондай эффект болмайды. Өйткені тірі өнер жоқ ол жерде. Техника араласқан жерде өнер әлсірейді. Бұл менің енді өзімнің жеке көзқарасым. Негізі шынымен де солай. Жақында біз енді журналист болған соң мақала жазамыз, соған тема іздеп отырмын да. Инстаграмға жазып салдым, сторисқа. Қандай тема бар, тауып берді деп жазып салдым. Одан кейін достарым, менің актерский бітірген құрбыларым, таныстарым бар. Жазады, вот балалар бар, таныс бар, ой, талант бар, таныс жоқ дейді. Көп актерлер өз мамандығымен емес, басқа мамандығымен жұмыс істейді деді. Осы тұста қазір енді осы балалар не істеу керек? Актер болғысы келеді. Бұл жерде бұл андай нәрседе шынымен де актерлық деген, жалпы өнер деген бақ шабама, бап шабама деген нәрседе осы өнерге байланысты көп айтылған ба деп ойлаймын кейде. Кейбір жігіттер қыздар болады, мысалға театрларда, үлкен театрларда қызмет істеп жүрген. Былайша айтқан кезде енді фартовый дейміз ба, бірденен институт бітіре салады, осы театрға кіріп кетеді. Бірақ бір өкініштісі сол кіріп кеткен адам сол театрда босқа жүреді мысалға. Ал небір талантты жігіттер қыздар болады, бітіреді, соның жол болмай қояды мысалға. Ана театрға барады, мына театрға кіреді, мына жақта орын болмай қалады мысалға. Біздің театрға негізі, біздің үлкен театр болғандықтан бізде худсоветтің жаңағы талдауынан несінен өтеді негізі. Сөйтіп барып береді. Сондай талантты жігіттер кейде шынымен де бір өзінің орнын таппай қалатын кездер болады. Той басқарады, сериалға қатысады, концерт жүргізеді, бірдеңке алады, сөйтеді, бүйтеді, сондай мәселелер мысалға шынымен де толғандыратын нәрсе. Бірақ негізі мен ойлаймын, тесігі моншақ жерде қалмайды дейтін қазақта сөз бар ғой, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дейді. Егер де оның өзінің мынау көкірек көзі ояу, шынымен де дарынды актер болатын болса, біздің өзіміздің мамандық қойды. Ол бәрі бір театрдан или бір кинодан өзін табады, орын табады. Ол бәрі далада қалмайды ол. Қай өнер саласы. Бірақ енді актер мамандығы бұл енді бір ғана театрмен ғана шектелмейді ғой. Телевидение саласы болсын, басқа сала болсын, актерлар көп мысалға. Жүргізуші болып жүргенде, сол жерде жүр, мысалға телевидениенің басшылығына да кеткен актерлар бар мысалға, өзім білетін. Актерлар неге жан-жақты болғанда дұрыс бір жағынан. Ол да қуантады. Жалпы енді өнер саласында қазір мына платный деген нәрсе қиын болды ғой. Мысалға институт қабырғасына келеді, не бір талантты балдар жаңағындай платныйда оқи алмайды, грантқа түсе алмай қалады, сосын ауылға қайтуға тура келеді. Ал ақшасы барлар, ол талант болмауы да мүмкін ол да. Талант бәрінде бар ғой, бірақ бойында жаңа актерлік қасиет болмауы мүмкін. Сонысына қарамай, мысалға ақшасы бар, ақшасын береді де оқып шығады. Көрдіңіз, ол анау талантты баланың орнын алып алды да. Кішкентай ауылдан келген бір бала, мынау школ-интернатта оқитындар өнер мектептерінде. Ауылда бізде негізгі өнердің барлығы ауылдан шығады бәрібір айналып келген. Әрине. Қаланың балаларында да бар ғой, бірақ негізгі әсіресе мына ұлттық музыка, домбыра, қобыз болсын, әншілік мектеп біздің ұлттық. Олардың көбіне көп ауылдан келеді. Ауылдан кішкентай бала келеді. Музыкантқа ең бірінші керек нәрсе ол не? Ол слух, мынау, құлақ. Ең бірінші музыкантқа. Не бір слух ашып балалар келеді мысалға. Мына шапалақ қандай ұр, қандай нотаны айтып, теріс қарап тұрып, тура айтылып береді. Сондай талантты балалар оқуға міне мектепке қабылданайын деп тұр. Сөйтсе, ана мектептің несі жоқ. Общежитиясында ана бала сол жерде жатып оқу керек қой. Орын жоқ. Совет өкіметінен бері сол мектеп, білдей аты бар мектепке интернаттың жаңағы бөлмелерін көбейтпепті ғой. Сол баяғы сол салынған күйінде сол ғана орынмен тұр екен әлі деймін мысалы. Ана кішкентай дарынды бала қайтадан ауылға қайтады. Ол не істейді сосын кейін ауылда? Өлді деген бір талантты, бір кереметтей дарынды өлтірдік деген сөз. Көрдіңіз бе?
Я болмаса оның қалада өзі жатып оқитын үйі болу керек мысалы. Ондай жоқ. Не істейді? оған жағдай керек. Не істейді ол бала? Ауылға барады да көміледі тағы да. Енді ол мен бір көміледі дегенде бір жаман мағынада айтқан жоқ. Бұл жаңа талантты бала, ол басқа жұмыспен айналысады. Ал егер де ол орын, жаңағы жатақханада орны болып, сол музыка әлеміне енсе кішкентай кезінен бастап, қандай осы керемет деп мысалы таланттар шығатын еді деп ойлаймын. Сондай көп мысалы болмайтын нәрседен, біз кішкентай ғана болмайтын нәрседен үлкен былайша айтсаңыз дарыннан, үлкен сондай кереметтей жас балалардан айырылдық та қалдық мысалы. Сондай. Бірақ қазір мына интернетте жақсы болды ғой, солай түсе алмай қалған. Жоқ, мен ондай бір тойда айтқандары бір хит болып жатыр. Оның бәрі әшейін нәрсе ғой. Оның бәрі уақытша нәрсе. Енді хит деген нәрсе бүгін бар ертең жоқ деген сөз негізі. Хит деген нәрсе иттік нәрсе ғой. Бүгін жарқ еттің, ертең оны ұмытып қалады. Ал нағыз шын талант ол ондай болмайды. Ол өмір бақи көрерменнің есінде қалу керек. Ол тыңдарманның есінде қалатын болу керек. Дипломсыз актерларға не дейсіз? Дипломсыз жүрген актерлар мен актер деп есептемеймін. Бірақ дипломы бар актерлардың ішінде бәрі актер емес. Шын айту керек. Тем более дипломы жоқ актер ол енді. Кино саласында актер болу мүмкін дипломсыз. Бірақ театрда. Өйткені оның типажы ойнауы мүмкін. Ол сол жаңағы мен айтып отырмын ғой, мынау камера деген нәрсе, кино деген нәрсе, бұл табиғилықты, ең басы шынайылық, табиғилықты қажет ететін нәрсе. Сондықтан да оған бір сұмдық бір 5-6 дипломның керегі жоқ киноға түсу үшін. Ең бастысы ол шынайы болу керек актер. Бірақ дипломы бар актер ол әр түрлі образдар жасауы мүмкін кинода да, театрда да. Ал дипломы жоқ актер кинода да өліп кетсе де 2-3 образдан артық жасай алмайды. Өйткені оның ары қарай тәжірибесі жоқ. Көрдіңіз, осындай мәселелер көп енді айта беретін болсақ. Сондықтан да әсіресе театрда мысалға дипломсыз актер қабылдамайды ғой мысалға. Көрдіңіз бе? Сондықтан да негізгі актердің сыналатын жері, ысылатын жері. Нағыз актердің айтылатын жері театр ғой негізі. Осы театр өнеріндегі әртістерге қаншалықты жағдай жасалынып жатыр? Белгілі бір мүмкіндіктер бар ма? Жасалынып жатыр ма? Бәрін жоқ, құрыды, өшті, өртеніп кетті деп айта беруге болмайды енді. Аллаға шүкір ғой, бәрі бар. Әйтеуір үкімет қолына келгенше жағдайлар жасалып жатыр. Біздің енді мына мәдениет, спорт министрлігі әйтеуір қаншама гастрольдер ұйымдастырып жатыр. Бірақ әрине қазіргі театрлардың алатын айлығы, мысалы енді мынау материалы жағына келетін болса, ең төменгі айлық. Себебі енді осы тақырып көп талқыланады. Білмеймін, көп талқыланғаны мен көрген жоқ. Неге десеңіз, өте немқұрайлық бар. Актерлардың айлықтары енді айтып отырмын ғой, мен неге барсам, бірақ мысал келтірейін. Ол сөзде ұятты жоқ. Орташа унитаз 130 мың теңге тұрады екен. Сонда актердің 2 айлығына. Бір унитаз актердің 2 айлығы тұрады екен. Орташа унитаз. Мысалы қараңыз, мектептің өзінде стажға қарай жалақы береді ғой. Сіздер театрда тоже сондай ма? Енді бізде актер высшей категории деп есептеледі, сосын средний деп сөйтіп. Бірақ негізгі біздің театрда көбінесе бәрі высшей категория есептеледі. Енді оның өздерінің нелері бар, оны мен көп түсіне бермеймін. 0,5 дейді, жаңа өздерінің нелері бар. Бірақ жалпы негізі актерлардың айлықтары қазір ең төмен айлық. Енді ол мысалға мынау Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында, Алматыдағы актерларға кішкене жұмыс бар ғой. Телевидение жұмыс істеу мүмкін, радиода, дубляж бар, той басқару мүмкін, концерт жүргізу мүмкін, мүмкіншіліктер бар. Ал енді сіз облыс театрларының актерларын көз алдыңызға елестетіңізші. Олар тек қана театрдағы айлықпен ғана күнелтуге тура келеді. Ал енді жаңағы бір унитаз 2 актердің 2 айлығымен, сонда бір унитаз алу үшін ол ішпей жемей 2 айлығын сақтау керек те қосу керек. Ал енді бұл не деген сөз? Бұл материалдық жағдайлар төмен деген сөз. Ең төменгі айлық. Енді әрине неше түрлі қиындықтан өту керек шығар. Бірақ қазіргі мынандай технократия заманында, мынандай бүкіл әлемді танып отқан кезде, интернет алдыңда тұрған, бүкіл дүниесі көз алдыңда тұрған кезде, біз мысалы 90-шы жылдары жағдай өте нашар болды. Ол тек қана актерлар емес, жалпы бәрінде бірдей болды. Біз әлемде көзді көрген жоқпыз.
компьютер деген сезбейміз, білмейміз. Біз сонымен өтіп кеттік. Әйтпесе жағдай мүлдем нашар болды ғой кезде мысалға. Айлап қаншама жарты жылда айлық алмаған кездер болды мысалға. Бартер жасадым, айлықтың орнына бірдеңке кружка берді мысалға. Ішінде кофесін берді, мынаны сатып бір бәле алды мысалға да. Солай ақ берді. Сөйтті күнелткен кездер болған. Бірақ өйтіп күнелді, қазір өйтіп күнелтілмейді, өйткені бүкіл әлемді көріп отыр. Жастар өліп баратса да ондай нәрсеге көнбейді қазір. Өйткені бүкіл әлемді көріп отыр, жан-жағын көріп отыр. Өзімен бірге оқыған құрдас ана жаққа ұшып кетіп жатыр. Мына жаққа ол қалай ол? Соны ойлайды ғой, мен кіммін дейді ғой. Мен мынау актер мамандығын оқыдым, мен 4 жыл соншама тер төктім. Күндес тоқтамай спектакль ойнаймын. Таңнан қара кешке дейін биге қатысам, хорға қатысам. Ама қасында өзімен жасты өзінің класстасы бір финансовый бірдеңке бітірген болу керек, я не знаю, бір банкте жұмыс істеп жүрген болу. Ол карманы бір күн емес, жарты күндік расход шығар оның айлығы мысалы. Оны көрмей отырған жоқ қой, көріп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Сонда салыстырмалы түрде осындай мәселелерді жіберіп алып жатқан жайт бар. Кім жіберіп жатыр, неге жоқ, қалай жіберіп, мен оның тереңіне барғым келмейді. Бірақ шынайы нәрсе осы. Шынтуайтына келгенде жағдай осындай. Өзіңіз той басқарасыз ба? Сізді тойыма шақырсам, қаншаға келесіз? Той басқаруды мен осыдан бір 15-20 жыл бұрын тоқтатқам. Той басқардым бір кісідей. Рахмет, халыққа рахмет. Той басқарып жүріп талай материалдық жағдайымызды түзеп алдық, шын айтқанда. Бірақ жас келе бастаған кезде мен өзімді тоқтата бастадым, өйткені енді білмеймін, енді ақсақал қария болып та той басқарып жүргендер бар. Бірақ енді мен әркімнің өзіне байланысты шығар деп ойладым, мен өзіме лайықсыз деп санадым. Тоқтау керек деп ойладым. Осы мен енді күнелтпей қояйын деген сияқты ой келді. Әр нәрсенің профессионалы болу керек. Той басқардың ба, тамада болып сол күйінде бүкіл неңді соған беруің керек, сол тамада болып жүру керек. Оған не актер болу керек. Ана баяғыда да мен бір айғай шу шығарған кезім болған. Бір журналистпен бір талай жерде айттым бұны. Бір журналистке бір өте белгілі журнал бүкіл Қазақстанға тарайды. Сон біреуден сұхбат алыпты да бір журналист. Мен әшейін аша салдым. Таралымы жақсы журнал қойды ашып отырсам, біреуден сұхбат алғанда әнші, бәленше түгеншейіп, әнші сызықша актер деп қойыпты. Неге бірінші әнші тұру керек, неге актер екінші тұру керек деп ойладым. Соңғы ойладым, бұның әншілігі мықты болу керек. Актерлығы екінші орында тұрған шақты. Соны қарасам, профессионал әнші емес екен ол. Не бір консерватория демей, консерватория білмеймін, эстрадный колледжді бітірмей, онысын да білмеймін. Сол фанерамен әнеп жүрген бір екен, әншілігі. Актерлығы бір 2 сериалдың бір эпизодының бір білесіне түсіпті. Сонда ол айналып не актер емес, не әнші емес. Сол енді кішкене танымал болған болу керек жүзі. Сонымен мен ана жерде кеп мен сонда актер деген мамандықтың не болған сонда? Кім көрінген сонда? Мен айттым онда, мен онда жазып қояйын. Хирург, боксер, Чингачгук, білмеймін, көп құсайды. Актер, айналдып жаза берейін, хирург болайын, стоматолог деп жаза берейін өзім қолымда. Мен мысалы малдың тісін жұла аламын ғой, электрик, мен мысалы жөндей аламын, электричество бірдеңке білемін. Сол жаза берейік онда ойымызға келді. Мен қырғын соттасуға шейін бардым. Сонымен редактор менен кешірім сұрап, сонымен әйтеуір зорға деп тоқтатқан мен. Мен оны жүрген актерлық деген сонда ол не болған? Ол үшін біз жанымызды беріп, қырғын болып, оны бір роль шығару үшін қанша күнің, түніңді өткізіп, актер деген өліп жүрді, ананы болады, біреу болады да, әнші деген сөзге қыстырып қоя салады. Сөйтсе ол өзі әнші демес екен. Не актер емес. Ал жалпы әнші деген сөздің өзін алып жүру. Әрине. Мен енді мынау ән айтып жүргендердің бәрін әнші деп есептемеймін. Олардың бәрі әнші емес. Әнші деген оны марқұм болып кетті, Дос Мұқасанның әншісі Бақытжан деген ағамыз болды ғой, ең бірінші Дос Мұқасан. Бір неде бір түсірілім болып жатты. Эстрадның әншілері шулдап кетті. Біздің немізді бірдеңке там өзіміздің құқығымызды қорамыз бірдеңке. Соны Бақытжанға қолын балалар, қыздар, мен бірдеңке айтайыншы деді. Сендер осы әншіміз деп жатсыңдар деді. Жалпы деді, сендер тұрмақ, мен өзім деді, мен қанша жасқа келдім деді. Дос Мұқасан, енді Дос Мұқасанды қалған адамдар ғой олар. Осы уақытқа шейін мен өзімнің әнші деп айтуға ұялам деді. Мен соған сенімсіздімін даже деді. Сендер жас болып қандай нәрсе требовать етіп отырсыңдар деді. Сол сөз есімде қалыпты мен.
Көрдіңіз ба, қандай деңгей ана кісінің, мен білмеймін, мен басым дейдім ана кісінің алдында. Кейін жолыққанда да айттым, аға, сіздің мына сөзіңіз маған қатты ұнады дедім. Шынымен сондай ғой дейді, қазір не көп әнші көп дейді. Әнші деген атымызға әбден кір келтіріп бітірді олар дейді. Анау да әнші, мынау да әнші, анау да жұлдыз, мынау жұлдыз деген жоғарыда тұратын, қазір бәрі аяғымыздың астында жатыр, қазір басып кете жаздайсың. Бәрі жұлдыз. Иә, бұл сөздің ішіне керек. Оның бәрін құртқан кімдер? Журналистер тағы да. О, эстраданың жұлдыз дейді, ұрып жіберсе, ол жұлдыз ба, жұлдыз. Эстрада болса болды, әйтеуір жұлдыз деген бірге жүру керек. Құдайға шүкір деймін, актер деген жанында жұлдыз жүрмейді. Мен соған қуанамын. Актер жұлдыз Ақмолдылға мен ойбай мен талатын едім онда. Білмеймін, онда мен вообще амандаспақ түгіл елдер бір-ақ түйіп өтіп кететін. Жаман сөз ғой ол. Құртады ғой ол. Мына жұлдыз ауруымен ауырды дейді. Қайтып ауырмайды, елдің бәрі келген жерінде о, эстрада жұлдыз жатыр бүйтіп тұрса, бәле ғой ол. Оның кейін анау жас бала шынымен көтере алмай қалады ғой. Ойбай ойлайды, мен шынымен де жынды екен дейді. Ойбай, мынау. Жас бір актер бала әңгіме айтып отыр, бір Әзіл-Сақ театрында жұмыс істейді өзі. Көресің, бір хабар жүріп отыр. Креслоға жатып алған бұлай. КВН-ді ойнай ма, бір бәледе ойнайды өзі. Өзінің бір не даусыздан не приятный жатып алған. Мен актерлыққа өзі барайын дегенде әкешім қарсы болды, маған ой барма деді. Соған мен келдім осы КВН-ге қатыстым, мына неге қатысыпты, елдің бәрін күлдіріп не алып. Содан бастап өздері әкешім мен телевизордан көргеннен кейін ой айналайын актер бол деді ғой, содан бері актер болып жүрмін дейді. Ана сөзінен кейін мен бар ғой, мен дейді қалдым. Ананың жанында мен нендей болғанды білмей өзімді көрмей қалдым ананың жанында. Ана өзін такой преподносить еткен кезде былай креслода жатыр, телевидение отыр. Кәдімгі анау енді бүкіл Қазақстанның актерлік өнерінің бәрін шайнап тастаған, жұтып қойған, енді ойнамаған өлі жоқ. Сонда істеп жүрген жаңағындай біз көрдіңіз бе? Оның барлығына адамның түйсігі, адамның мынау ойлау қабілеті, адамның ар, намыс деген нәрселер болады ғой. Сосын адам кішкене ойлану керек қой, мен қай жаққа бара жатырмын, не істеп жүрмін. Осы жасап жүргенім өзі қандай дәрежедемін деген сияқты. Адам өзінің ойлау жүгірту керек, ой жүгірту керек. Осындай мәселелер бізде кемшін ғой, өкінішке орай. Құрметті көрермен, бұл Тенгриньюс сайтындағы бізбен подкаст атты жоба, көріңіздер.